Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, ерекше тағамдардың бірі жаппасай тағамын дайындайтын боламыз. Бұл тағамды әлі жасап көрмеген болсаңыз, сіздерге жасап көруге кеңес етер едім. Ең алдымен біз тестамыздан бастаймыз. 100 мл суымызға бір жұмыртқамызды қосып, тұзымызды қосып, еттің қамырын илегендей етіп илейміз. Жақсылап араластырып, тұз ерген соң қамырымызды илейміз. Менде бұл жерде домашний жұмыртқа қолдандым. Сондықтан тестам сап-сары болып, әдемі болып шығады. Осылай ұнымызды керегінше қосамыз. Дәл еттің қамырын илегендей етіп, орташа қаттылықта илейміз. Тым жұмсақ болып қалуға да болмайды. Қамырларыңыз бұлжырап кетуі мүмкін. Осылай жақсылап тестамызды илеп болған соң, салфанға орап қоямыз демалу үшін. Біз начинкасын дайындап болғанша тестамыз демалып, өз қалпына келіп қалады, иуы қанып. Енді демалуға қойып қойған соң, начинкамыздың барлығын заттарын турап дайындап аламыз. Ет қосамыз. Қандай ет қоссаңыздар да өз еркілеріңіз. Еттеріңізді ең бастысы майдалап, дәл видеодағыдай кубиктап турап шығасыздар. Осының бәрін кубиктап тураған соң, шетінен бастап қуырып бастаймыз. Мен барлығын осылай турап дайындап аламын. Осылай дайындап алсаңыздар, тамақ істеуде оңай болады, дәмді етіп істеуде оңай болады. Енді пиязымызды да дәл осылай кубиктап турап аламыз, майда шалау етіп. Барлығын осылай турайсыздар. Менің каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар, және де достарыңызбен бөлісіп қазақша контентті қолдай жүріңіздер. Осылай бір сәбіз қоссаңыздар да жетеді. 3-4 картоп қосасыздар. Картоптарыңыз үлкен болса, 2-3 қоссаңыздар да жетеді. Осылай міне барлығын кубиктап аласыздар. Сонда тамақтың бетіне қойған кезде өте әдемі, дәмді болып көрінеді. Осылай 2-3 чеснок қосып жібересіздер. Зелень, укроп немесе осындай көк пияз қосып жіберсеңіздер де дәмін өте жақсы етіп дәмін келтіреді. Осылай қызып тұрған табаларыңызға, тамақ пісіретін ыдыстарыңызға, қазандарыңызға еттеріңізді салып аласыздар. Майды қыздырып, етті біраз қуырып алыңыздар. Бұл жерде әрқайсысын қуырып жасасаңыздар өте жақсы шығады. Асықпай, бәрін бірден сап тастамай, қуырып жасасаңыздар, дәмі өте жақсы шығады. Не қарап тұрсаңыздар, етіміз қуырылып шықты. Енді үстіне пиязымызды салатын боламыз. Осыларды жақсылап қуырып болған соң, үстінен чесногымызды қосатын боламыз. Чеснокты да қосуға кеңес етемін, өйткені өте дәмді, дәм береді. Дәл лағманның ішіне істеп атқан сияқты қылып істейсіздер. Мен лағманды осылай істеймін. Картоппен морковьті қосып, тұз, приправалардың бәрін дәміне қарай қосасыздар. Дәмдеуіштер қосуға кеңес етемін сіздерге, дәмін әдемі келтіреді. Осылай қара бұрышты да азырақ қосып жерсеңіздер, өте дәмді болып шығады. Және де томат қосыңыздар. Томат болмай қалған жағдайда қызанақ қоссаңыздар да болады. Менде бұл жерде болгарскиймен жасалынған томат өте керемет болып шығады. Соя қоссаңыздар да өте әдемі дәм болып шығады. Дәл осылай менің жасағаным бойынша жасасаңыздар, дәмі, начинкасы деген өте дәмді шығады. Міндетті түрде осылай жасауға сіздерге кеңес етемін. Егер де сіздерде болгарский кәдімгідей жасыл, қызыл, тәтті бұрыштарыңыз болса, сондай қоссаңыздар да одан сайын керемет бола түседі. Енді осындай зелень азырақ қосып жіберсеңіздер де, бұл да өзінше бір әдемі дәм береді. Осылардың барлығын жақсылап қуырып болған соң, үстінен суын қоямыз. Бір жарты литрдей су қойсаңыздар жетеді. Видеода көрініп тұрғандай етіп, жарты литрдей су қойсаңыздар, соның өзі жеткілікті. Астын жай қойып қойыңыздар. Сіздер қамырларыңызды жайып, дайындап болғанша бұл да дайын болып қалады. Астын жай қойып, бетін осылай жауып қоя саласыздар. Енді тестамыз демалып болды, алып, жақсылап жұқа етіп жаямыз. Дәл 5 бармақтың қамырын жайғандай етіп, жұқа етіп жаясыздар, барынша жұқа етіп. Осылай бір тегіс етіп жайып болған соң, енді осыған кәдімгі тамақ істейтін майларыңызбен майлап шығасыздар. Бетін бір тегіс етіп, жақсылап майлап шығасыздар. Дәл видеодағыдай етіп, жақсылап майлап аламыз. Енді осыны бір тегіс етіп, бір көлемде етіп, барынша
кішірек етіп барлығын дәл видеодағыдай кесіп шығасыздар. Осы кескен бетімізді біз қазір сковородкамызға, жаңағы жасап жатқан қазанымызға жайғастырып барлығын салып шығатын боламыз. Міне қазір қарап тұрсаңыздар, міне начинкамыз да уже дайын болды, қайнап. Сіздер біз бәрін осылай дайындап болғанша май жаққан бетін осы қайнап жатқан сорпасына қарай осылай қоямыз, дәл видеодағыдай етіп. Өйткені бір-біріне жабысып қалмау қажет, сол үшін осылай орналастырамыз. Май жаққан бөлігін қазанның ішіне қаратып салып шығамыз, бір тегіс етіп дәл видеодағыдай салып шығасыздар. Не бетін жауып қоямыз. Бір жарты сағаттың ішінде тамақ дайын болады. 25-30 минуттың ішінде дайын болып шығады. Өте дамды болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай, дәл осылай саласыздар. Немесе бүктеп салсаңыздар да болады. Дәл видеодағыдай етіп салсаңыздар да болады. Үйдегі адамдардың бәріне ұнайды. Міндетті түрде жасап көріңіз. Осылай қамырларын салып болған соң бетіне начинкасын саласыздар. Сәндік ретінде бетіне укроп, зелень сеуіп қойсаңыздар тіптен керемет болып, тәбет ашарлықтай болып тұрады. Оның үнді елінің мантысы деп те атайды. Күнделікті бір сарынды тағамдарды жасаудан жалықсаңыздар, осындай тағамды үйдегілерге жасап қуантып қойыңыздар. Менің инстаграм парақшама да тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерге сол жерден жаңадан шығып отқан рецепттердің барлығын сол жерде хабарлап отырамын. Және күнде истористерден тамақтардың түрлі рецепттермен сол жерде де бөлісіп отырамын. Тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Ас болсын. Сіздермен болған Айтгүл.